Сәлеметсіздер ме балалар, бізде қазақ тіл сабағы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз зат есімнің септелуі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты зат есімді септеу, тәуелденген сөздердің септелуін білу. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын психологиялық дайындық өткізейік. Қол алысып кәне біз, достасайық бәріміз. Айтарым бар сендерге, тез тұрыңдар шеңберге. Қандай жақсы бір тұру, достар менен бір жүру. Қандай жақсы дос болу. Балалар, үй тапсырмасын сұрақ-жауап әдісі арқылы тексерейік. Зат есім дегеніміз не? Зат есімнің сұрақтары қандай? Зат есімнің септелуі. Ереже. Сөйлемдегі сөздерді бір-бірімен байланыстыру үшін жалғанатын жалғауларды септік жалғаулар деп атайды. Қазақ тілінде 7 септік бар. Олар атау, ілік, барыс, табыс, жатыс, шығыс, көмектес. Зат есімнің септік жалғаулары арқылы өзгеруін зат есімнің септелуі дейді. Оқушылар, 26-шы жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Сұрақтардың ретіне қарай зат есім жалғауларының өзгеретінен назар аудар. Оқушылар, оқулықтағы 27-ші жаттығуға назар аударайық. Сұрақтардың орнына ақбөкен сөзін қойып жазыңдар. Мәтінді көшіріп жазыңдар. Ақбөкен сөзіне жалғанған жалғаулардың астын сызып, олардың өзгерісін байқаңдар. Оқушылар, орнымыздан тұрып бір сергіп алайық. Орнымыздан тұрайық, алақанды соғайық. Оңға қарай бұрылып, солға қарай бұрылып, бір отырып, бір тұрып, орнымызды табайық. Оқушылар, оқулықтағы 28-ші жаттығуға назар аударайық. Зат есімнің септіктерін, сұрақтарын, жалғауларын көшіріп жазып, есте сақта. Ережесін жаттап ал. 29-ші жаттығу. Адам, табиғат сөздерін септеп жаз. Жасыл алма, қызыл алма стикері таратылады. Жасыл алмаға сабақта не түсініксіз болды? Қызыл алмаға бәрін түсінген оқушы өз пікірлерін жазасыздар. Және де тақтада тұрған алма ағашына барып ілесіздер. Үйге тапсырма. 17-ші беттегі 30-ші жаттығу күнделіктеріңізге жазып алыңыздар.